Қайырлы күн, менің есімім Назерке, және тура осы видеода мен сіздерге үнемшіл адам мен мынау кедей психологиясына ие адамның арасындағы 10 айырмашылық пен 10 қағиданы айтып беремін, я? Яғни қай жағдайда сіз өзіңізді үнемшіл адам деп айта аласыз, немесе қай жағдайда сіз үнемдеу арқасында өзіңізді мен үнемшілмін деп айта отырып, бірақтан кедей психологиясына ие адамдар туралы айтып беремін. Ең алдымен мынау кедей психологиясына ие адам бұл дүкенге барған кезде ол кісінің тауарды таңдайтын тек қана бірақ категориясы бар, яғни баға. Ол кісі тек қана арзан бағаларды ғана қарайды. Қарап отырсаңыздар, ол мынау мүлдем аты белгісіз тауар болуы мүмкін, немесе кейбір тауарлар химикаттың көбірек қосуының арқасында өзінің жарамдылық мерзімін қатты ұзартады. Осы қатты жарамдылық мерзімі ұзақ болғанның есебінен ол тауардың сатылып кету мүмкіндігі жоғарылады. Сондықтан ондай бағалардың химиясы көп қосылған тауарлардың бағасы арзан болуы мүмкін, және кедейдің психологиясы бойынша ол тек қана өте арзан тауарларды ғана таңдайды. Ал енді үнемшіл адам ол өзін қалай қолданады? Үнемшіл адам ол міндетті түрде ең қымбат тауарды алу деген сөз емес. Бірақ дегенмен ол өзіне қажеттілігін түсінеді. Мысалы, кейбір тауарлардан неге ақшаны үнемдемеске, Мысалы, қазір жаз болған кезде, алмалардың барлығы піскен кезде, біз кәдімгі супермаркетте шетелден алып келінген қымбат сырты жылтырлаған алмадан гөрі арзанырақ кәдімгі базардағы немесе әртүрлі рыноктарда, жәрмеңкелерде сатып тұрған өзіміздің кәдімгі піскен алманы неге алмасқа, Біріншіден бағасы да арзан, екіншіден дәмдірек, үшіншіден бұл жаңа піскен екен көрінеді, Ал супермаркеттегі жылтырлаған алманың қай уақытта піскені белгісіз. Одан басқа, мына үнемшіл адам ол міндетті түрде бағасына ғана қарамайды, ол кісі ең алдымен өзінің тауардың тағамның майлылығы деп айтылады, ішіндегі ақуыздың, майлардың және де басқа да дәрумендердің бар болғанына қатты назар аударады, Дегенімен, мысалы, екеуі бірдей құндылықты бере отырып, бірақтан бір тауар бренд үшін ғана қатты қымбат болса, онда үнемшіл адам ол тура сол бағадан арзанырақ, бірақтан да құндылығы тура сондай тауарды алады, Ал кедей адам болса, оның жинап алған дорбасының ішінде тек қана арзан тауарлар, өзі жегісі келмейтін мүлдем басқа бір майлы дүниелер, полуфабрикаттар болуы мүмкін. Сондықтан үнемшіл адам мен кедейдің ең алғашқы айырмашылығы мен қағидасы осыда. Екінші айырмашылық бұл кедей адам ешқашан өзіне қажетті дүниені алмайды, Енді әрине біз қазір смартфонның ең қымбат түрін алу немесе тағы да бір басқа мақтануға арналған құрылғы туралы айтпаймыз. Қарапайым мүмкін үйіңіздің жайлылығы болу үшін, өзіңізге үйіңізге кіргенде бір жақсы сезім сыйлайтын қарапайым әдемі бір шкаф алу мүмкін сізге ол ондай қатты қымбатқа түспейді. Дегенмен сіз ол ақшаны құртпау, жаратпау үшін мүмкін апаңыздың бір осыдан 100 жыл бұрын қалқаған, сынайын деп тұрған, үгітілуге дайын тұрған шкаф тұр, яғни көңіл күйіңізде ол сізге бір жақсартуына әсер етпейді, бірақ сіз ақшаны жаратпау мақсатында сол шкаф тұра берсе, онда бұл кедейлік психологиясы. Немесе кәдімгі қарапайым матрас немесе көрпені алайық, яғни кедей адам ол ешқашан мысалы өзінің көрпесін, енді бізге ұйқы өте маңызды ғой, өзіміздің жақсы сезінуімізге үшін ұйқы ол өте маңызды. Бірақ жаңа көрпелер алуға, жаңа бір төсек орын алуға кедей психологиясы ешқашан оны алуға бармайды, себебі ол бұрынғысымен үгітілейін деп тұрған, тозып, жыртылайын деп тұрған көрпе болса да соны алып жүреді. Үнемшіл адамдар олар міндетті түрде бір қымбат, брендтік немесе бір түк қажеті жоқ әдемі қымбат бір шкафтан гөрі қарапайым осы өзіне не қажет, өзінің көңіл күйіне не жақсы сыйлайды, соны дұрыс таңдай біледі және де оған ақшаны бере алады, Яғни осы бұл айырмашылық екінші қағида болып есептелінеді.
Үшінші айырмашылық бұл барлық заттың өзінің бір бағасымен ақшалай санауында, яғни дәл қазіргі айырмашылықта бұл міндетті түрде өте кедей адам болмауы мүмкін, бұл кедей психологиясына ие адам болуы мүмкін, яғни кез келген затты үнемдей бастаған кезде кез келген заттың мынау өзінің құндылығына қарағанда құнына қатты мән беру, бұл кедейлік психологиясына жатады, яғни сіз осыдан кейін белгілі бір адаммен қарым-қатынастың өзіне дейін белгілі бір құн мен баға қойып қойсаңыз, және де сіздің мүмкін өте көп ақшаңыз болады, бірақ сіздің кедейлік психологиясының кесірінен кез келген заттан тек қана тиімділікті көріп, артық бір тиынды шығармай, өзіңізге арнамай, тек қана үнемдеумен кез келген заттың бағамен ғана байланыстыру, бұл кедейлік психологиясы, Сондықтан әр қашанда сіз үнемшілдік деген, ол мынау кедейлік психологиясына қарағанда, ол кісі керісінше үйтіп жасамайды, яғни ол әр қашан өзіне қажетті дүниені ала біледі, және де кез келген бір заттың құндылығына байланысты, оның құнын оған сай келетіндей қылып жасағысы келеді, Дегенмен кедейлік психологиясы бар адам, ол әр қашанда кез келген заттың өзіне бір белгілі бір бағасын қойып қояды, және қандай бір ситуация болмасын, ол сіздің танысыңыз, жанұяңыз, жолдасыңыз, немесе тағы да басқа бір жақын адам болсын, ол міндетті түрде одан тек қана ақшалай бір пайда ғана көргісі келіп отырады, Сондықтан үшінші айырмашылық ол осыда. Келесі айырмашылықтардың бірі бұл дәл осы сәттегі пайданы алып қалу, Мысалы, егер сіз дүкенге кірген кезде өте бір жиі пайдаланатын, мысалы, сабынды келтірейік, бір тал сабын, мысалы, 2-3 теңге тұрсын делік, ал 3 тал сабын 500 теңге тұрсын делік, Және, мысалы, 500 теңгені шығармау үшін 2-3 теңгеге бір сабынды ала салады, Негізен бұл үнемді емес, бұл керісінше дәл қазіргі сәтте көбірек 500 теңгені төлегеннен гөрі 2-3 теңгеге төлеп бір сабынды алып кету, Бірақ бұл кедейлік психологиясынан бұрын бұл кәдімгі логикалық тұрғыдан математиканы дұрыс білмеу, кәдімгі арифметикалық заңдылықты білмеу, Үнемшіл адам болса, ол сабын ол міндетті түрде біздің пайдамызға әрқашанда керек болып жатады, оның жарамдылық мерзімі жоқ, Сондықтан 500 теңгеге 3 талын ала отырып, бұл керісінше бізге пайдалы болады, Яғни тура сол 2-3 теңгелік бір сабынан 3 алатын болсақ, біз 600 теңгемізді жұмсау шедік, Сондықтан 600 бен 500 теңгенің арасындағы өзіне үнемділікті көрген адам, ол әрқашанда өзінің қаражатын дұрыс жарата біледі, және бұл үнемшіл адамның қасиеті. Бесінші айырмашылық бұл кедей адамның, кедей психологиясына ие адамның мен үнемдеймін деп айта алмауында, Яғни көбінесе бұл өте үлкен бір көптеген адамның көпшіліктің індеті болып табылады, себебі қазір мен осындай бір қымбат киімді өзіме ала аламын деген секілді сөзде қалу үшін өте қымбат киімдер алады, немесе мінекей мен қалайша арзан көлікте айдауым керек деп өзі бір қымбат көліктерді сатып алады, Бірақ шындығына келгенде ол кісінің жаңағы өте үлкен кредиті болып, сол кредитін төлей алмай өте бір арзан тамақтар жеуі мүмкін, немесе үйінде барлық едендері шіріп, жаңа бір ремонт жасауға ақшасы жете алмауы мүмкін, немесе тағы да тағысын жаңағындай коммуналдық қызметінің төлемінің қарызы үлкейіп кетуі мүмкін, Бірақ ол кісі мынау мен жаман машинада, жаман көлікте айдап жүр деген сөзге қалмау үшін сондай өзіне деген кері әсер жасап, жаңағы барлық заттарды түзеудің орнына тек қана сол сөзге ғана қалу үшін, яғни мен үнемшіл емеспін, мен өзіме осындай жаңа көлік ала аламын деген сөзге қалу үшін ғана сондай әрекеттерге барады, яғни бұл кедейліктің психологиясы. Үнемшіл адам болса, ол керісінше өзінің қаншалықты жаңа бір тауар алғанда үнемдей аламын деп мақтана алады, яғни мінекей қараңыздар, мен автосалонда тұрған мысалы 10 миллионның көлігін мен 5 миллионға алдым, яғни мен 5 миллион үнемдедім, менің қолымнан ол келеді, менің қабілетім бар деген секілді. Керісінше үнемшіл адамдар өзінің үнемдеуін жасырмай, оны керісінше мақтан тұтады. Алтыншы айырмашылық, ол кедей адамдар әрқашанда тек қана бір
тегін дүниені алғысы келіп отырады, яғни ол кісілерге бір тегін немесе конкурс немесе мінеки ұту мүмкіндігі бар дейтін болса, Инстаграм парақшаларының барлығы репостталған посттардан тұрады, немесе жаңағындай бүкіл достарының посттың астында белгілеп шығады, және де мынау тегін дүние болған кезде олар әрқашанда бірінші қатарда тұрады. Үнемшіл адам болса, әрине тегін зат ол өзіміздің қаражатымызды үнемдеуге өте жақсы әсер етеді. Дегенмен де ол тегін зат бола тұра, ол бізге қаншалықты қажет емес. Сол тегін затты алу үшін ол сондай іс-әрекеттерді жасауға тұрарлық па, тұрарлық емес пе, соның барлығын өлшеп санап болғаннан кейін барып қана ол шешім қабылдайды, яғни мінекей қатысамын, қатыспаймын деген секілді. Сондықтан тағы да бір айырмашылықтың бірі бұл кедей психологиясы адам, ол әрқашанда тек қана тегін затқа құмар болып отырады. Жетінші айырмашылық бұл жеңілдік. Мысалы, қарасаңыздар, кедей психологиясына ие адам, оған жеңілдік болса болды. Мысалы, дүкенге барған кезде, мысалы, үш затты екі бағаның орнына ал деген секілді, немесе жаңағы біріншісін алсаң, екіншісі тегін, біріншісін алсаң, екіншісі 50% жеңілдік деген секілді әртүрлі жеңілдік ұсыныстар берілген кезде, кедей психологиясы ол бір жақсы ұсыныстан қалмау үшін барлығын ала беру мүмкін, ол оған керек па, керек емес па, барлығын алады. Дегенмен үнемшіл адам, ол мысалы қарап отырсаңыздар, жеңілдік болғанымен ол сізге мүлдем қажет емес зат болса, онда ол үнемшілдікке жатпайды, себебі сіз оны жеңілдікпен алғанның өзінде ол құр бос жататын болса, ол үнемшілдікке жатпайды. Сондықтан осыны ажырата біледі. Одан басқа дәл осы сәтте тағы да бір үлкен індеттердің бірі, бұл сіздің мысалы қазір қыс айы дейік, сіздің аяғыңызға өте бір сапалы қысқы аяқ киім керек делік, бірақ сіз мынау жеңілдіктердің аясы бір білмеймін, бір қаңтар айында, ақпан айында жеңілдік болады деп дүкен айтып қойса, болды, сіз сол жеңілдікпен ғана бағаны алу үшін сіз мысалы басқа бір аяқ киіммен немесе өзіңізге денсаулыққа зиян болатын іс-әрекеттерді жасауыңыз мүмкін, себебі кедейдің психологиясы оның ең бастысы тек қана жеңілдікпен зат алу. Ал үнемшіл адам ол түсінеді, яғни дәл қазір өзінің қажеттілігін білгендіктен, аяқ киім керек екенін білгендіктен ол барып ала береді. Ол жеңілдік болсын, жеңілдік болмасын алады. Дегенмен, мысалы дәл қазір жеңілдік болып жатса, ол оған бір қосымша бонус ретінде ғана болады. Дегенмен ол өзінің қажеттілігін жақсы білуінде. Келесі айырмашылықтардың бірі бұл қызметтерді өте төмен бағада алу. Мысалы, кедей психологиясына ие адам, ол жаңағындай обой жабыстыруға немесе белгілі бір сантехниканың қызметін жасауда өте қымбат бағаны төлеуге дайын емес, немесе кейбір дүниелерді өте арзан қызмет жасаған адамдар шақырады, немесе өзім жасай саламын, өзім жасай аламын деген секілді өзі әрқашанда барлығына кірісіп кете береді, Бірақ өкінішке орай дәл осы сәтте дұрыс заттың барлығы мүмкін, сіз салып жатқан линолеум дұрыс салынбайды, немесе сіз салған жаңағындай әртүрлі қызмет түрлері, дұрыс салынбағандықтан кейін ол өте аз мерзімге жарауы мүмкін, немесе оны қайтадан дұрыстап жасауына көбірек шығын жұмсайтынына өздері баға бермейді. Үнемшіл адамдар болса, және де кедей психологиясына ие емес адамдар, олар әрбір заттың, әрбір қызметтің өзінің бағасын біледі. Мысалы, сізге кәдімгідей дұрыс трубалардың салынғаны керек болса, онда сол саланың өзінің мамандарын шақырады, және ол мамандарға дұрыс жұмысына, жақсы жұмыс жасағанына дұрыс бағаны төлеуге дайын болады. Сондықтан осы сәттегі айырмашылықта да біле білген дұрыс. 9-шы айырмашылық бұл өзінің ресурсын дұрыс бағаламау, дұрыс қадағаламау, дұрыс үнемдемеу. Мысалы, осындай жайт болуы мүмкін. Кедей психологиясына ие адам, ол кішкене ақшаны, ол әрқашанда бір пайданы соны ойлап отырады ғой. Пайда табу мақсатында ол өзінің барлық демалысын арзанырақ зат іздеуге жұмсауы мүмкін, Мысалы, ана дүкенде ет арзан. Мысалы, 10 теңгеге 1 килограмм ет арзанырақ дейді, ол бүкіл қаланы өтіп сол жақтан арзан ет алуға дайын. Немесе баласына киім керек болатын болса, ол ана дүкенде шалбарлары бір 500
500 теңгеге арзанырақ, 200 теңгеге арзанырақ деп қайтадан жолдың бәрін уақытысын кетіріп барып сол дүкеннен барып киімдер алу мүмкін, иә. Бірақ өкінішке орай осы сәтте ол кісілер өзінің мына жолына кеткен уақытын, жолына кеткен мынау ақшасын, иә, мүмкін ол автобуспен барады, мүмкін таксимен барады, иә, соны ескермеуі мүмкін. Сондықтан бірақ қаншама сіз үнемдемесеңіз де өзіңіздің ең бағалы уақыт деген ресурсты қадағаламасаңыз, онда бұл да кедей психологиясына ие адам болып табылады. Үнемшіл адам болса, ол әрқашанда өзінің қажеттілігін біледі, және де өзінің ресурсы, демалыс күндері қаланы аралап әрбір дүкенге кіре берген емес, ол өзінің қайтадан келесі жұмыс аптасына дайындауға, демалуға жұмсайды, иә. Және де мүмкін сіз 500 теңгеге арзанырақ шалбарды барып аласыз, бірақ сол 500 теңгені үнемдеу мақсатында сіз жолыңызға барып келуіне 500 теңгеден мысалы 1000 теңге жұмсап жіберуіңіз мүмкін, иә. Сондықтан үнемшіл адам ол әрқашанда тек қана тауардың бағасына ғана байланып қалмаған, ол сонымен қатар сол бағада алуға арналған ресурсты, өзінің уақытын, өзінің қаражатын әрқашанда есептеп отырады. Ең соңғы 10-шы айырмашылық бұл әрине де өзімізге ақшаны құртпау, жұмсамау, иә. Яғни кедейлік психологиясы адам ол ешқашан өзіне бір сапалы заттарды, өзінің демалуына, өзінің дамуына инвестиция жасамайтын адамдар, иә. Ең алдымен мысалы ол өзінің дамуына курстарға ақша төлемеуі мүмкін, иә. Яғни ол не үшін маған қажет? Мен одан да бір 20 000, 10 000 төлеп оқитын курстың орнына мен оны бір интернеттен тегін іздеп көрейін дейді, иә. Немесе кинотеатрдан барып бұл фильмді көріп, үлкен экранмен, жақсы дауыспен тыңдағаннан гөрі ол айтады, интернетке шықсын, сонымен ақ көре салам дейді, иә. Яғни кез келген заттың тегін нұсқасын қарайды, өзінің эмоционалдық тұрғысын санамайды. Тура сол адамдар өзінің дамуына тек қана курс мәселесі бойынша емес, дұрыс тамақтануына ақша жұмсамауы мүмкін, немесе спортзалға баруына ақша жұмсамауы мүмкін, иә. Яғни өзім денсаулығымды дұрыстап алайын, жиналған ақшаны әрқашанда мынау спорт жасау арқылы өзімнің денемді ретке келтіріп, денсаулығымды ретке келтірем деген ой оларды туындамайды. Олар әрқашан тегін және де тек қана физикалық тұрғыдан өзіме қажеттау деген заттарды ғана базовый жауып отырады, яғни дұрыс тамақтану, мейлінше бір жалаңаш жүрмеу үшін бір киім алып қою, және де минимальный барлық қажетті физикалық қажеттерді жабуға ғана жұмсайды, өзіне бір қымбатырақ, дұрысырақ, керек-ау деген заттарға ешқашанда жұмсамайды. Үнемшіл адам ол әрине ақшаны кез келген затқа мынау маған керек, киноға барайын, тамақтанайын деп мейрамханаларға жарату деген сөз емес. Дегенмен де мүмкін сіз бір ай бойы қатты жұмыстан шаршап, немесе бір керісінше жұмыстан бір үлкен бір нәтижелі жұмысты бітіріп, бір проектті бітіргеннен кейін ол өзін бір мақтай, немесе нәтижеге жеткені үшін өзіне алғыс білдіріп, мүмкін мейрамханаға барады, иә. Мүмкін керісінше өзіне спортзалға жазылам деген секілді мақсат қойып, соған ақша жинауы мүмкін, иә. Яғни үнемшілдік пен кедейлік психологиясының айырмашылығы осыда. Қорытындылай келе, сіздер мынау кедей психологиясына ие адам мен үнемшіл адамның арасындағы айырмашылықтарды білдіңіз. Мүмкін сіздің өзіңіздің қосатыныңыз бар, мүмкін осы айырмашылықтарды атау барысында өзіңізді белгілі бір жақтан танып қойдыңыз, немесе бір толықтыратын ақпаратыңыз бар болса, онда пікір бөлімінде міндетті түрде бөліссеңіз. Және соңынан айтарым, біз өмірдегі барлық ақшаны тауып бітпейміз, дегенмен де ақша ол өмірдегі ең басты дүние емес, ақша ол бақыт емес, дегенмен де оны үнемдеу жолдарын білу керек, үнемдеу мен кедейдің арасындағы айырмашылықты білу керек. Рахмет!